Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімемізді тыңдап, каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Отбасы ойран. Мен Ақтау қаласында тұрамын. Сонда тұрақты салонда жұмыс жасаймын. Тұрақты клиентін тырнақ жасатуға келді. Бұл жолы жалғыз өзі. Ылғи күйеуі әкеліп салып кететін. Кейін алып кететін. Жалғыз келіпсің ғой дедім. Күйеуім командировкаға кетіп бара жатыр. Соған өзім жалғыз келдім деді. Bir түрлі мұңды жасырған бір сыры бар. Содан үндемей жұмысымды жасай бердім. Bir кезде өз әңгімесін бастады. Күйеуім көзіме шөп салып жүр ғой деймін. Не істесем де жақпаймын. Ұлында, қызында тіпті ауру анасына да қарап отырмын. Әйтеуір соған жақпаймын. Үйде айқай-шу көп болады. Үндемедім. Кешкісін мен салоннан үйге қайттым. Түнде жоны жайнап енді төсекке басым тие бергенде телефоныма SMS келді. Сәлеметсіз бе? Маған таңғы 6-ға кірпік жасату керек деді. Дым демедім. Мен ол ақшаны күнделікте де тауып жүрмін ғой деп. Тағы да SMS келді. Үстіне қосымша қосамын. Өтініш жасап бере аласыз ба деді. Мен жарайды деп келістім. Таңғы 6-да салонға келдім. Салонға 17 жастағы шамасында қыз келді. Байқаймын, іші бірталай көрініп қалған. Қайда асықтың қарағым, жүре тұрмадың ба дедім. Мен тұрмыста емеспін деді. Үндемедім. Телефоны үздіксіз қоңырау шала берген соң алып бересіз ба дедім. Мен алып бердім. Сөйтсем тұрақты клиентім күйеуі екен. Фотосын ауаға қойған екен. Содан көріп қалдым. Жүрегім аузыма тығылды. Не айтарымды білмедім. Сөйтіп тұрақты клиентім ертесіне педикюр жасатуға келді. Дубайдан сарқыт алып келіпті. Ол қандай күшті күйеумен Дубайға бардың ба дедім. Жоқ, ол өзі барып келді деді. Әлгі болған оқиғаны айтсам бекен, айтпасам бекен деп екі ойлы болып жүрмін. Сіздердің ойларыңызша қалай?